Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін 6 сынып оқушыларына арналған бейне материалымыз 5 тарау тарихи тұлғаларға арналады. Қазақтың болмысы атты музейге саяхатымызды бастайық. Түбіміз түркі, мінезіміз жылқы, тұлғасы ерек, тумасы бөлек, қанына қарапайымдылық сіңген қазақтың болмысы музейден анық көре аламыз. Аналарымыз таққан ұлттық әшекей бұйымдар, киген ұлттық нақыштағы киімдер, үй жиһаздары мен ұлттық аспаптар нағыз қазақылықтың көрінісі тапқанын байқаймыз. Киізден жасалған кілемдер, әшекей бұйымдар, сандық барлығы қамтылған. Ұлттық аспаптарымыз халықтар тұрмысында ерте кезден пайдаланып келе жатқан сандық, сонымен қатар ұлттық бұйымдарымыздың жасалу жолдары, өрнектелуіне дейін анық көрсетілген. Ұлттық оюмен өрнектелген киізден жасалған кілемшелер шаңырақ бұл бөлменің көркін келтіріп тұр. Киіз үйдің күмбездік жартышарлық ұлттық көркемдік қасиетін сақтап тұратын, үйге жарық түсіріп, үйге жағылған отын ауаға шығуын қамтамасыз ететін, оқтарды ұстап тұру үшін шаңырақ бұл бөлменің көркін келтіріп тұр. Жүйрік ат, алтын жалатылған ер-тұрман, сұлу жар, ер азаматтың ажары. Ат әбзелдері, атқа міну және жүгеу үшін пайдаланатын ер-тұрмандары мен жабдықтары. Ер-тоқым, үзеңгі сынды ат әбзелдерін тамашалай аласыздар. Көшпелі салт ұстанып, күнделікті өмір дағдысы үстінде өткенімен қазақ халқының киіну мәдениеті өте ерекше болған. Қазақ әйелдерінің ұлттық киімі негізінен көйлек, кимешек, жаулық, сәукеле, желек, тақия, камзол, кәзекей, кебіс мәсіден тұрады. Әшекей ажары жағынан 4 топқа арналып тігіледі. Олар қыз киімдері, келіншек киімдері, орта жастағы әйелдер мен бәйбішелердің киімдері болып бөлінеді. Жалпы назар аударып қарайтын болсақ, мұражайда көрсетілген бұйымдар мен ұлттық нақыштағы заттарға назар аударсақ, ұлттық мәдениетіміз айқын көрініс тапқанын байқаймыз.